Екінші сынып оқитын бала неге әріп танымайды? Не жағдай? Былтыр онлайн сабақ болды. Мен таңертең сағат 5-те тұрып жұмысқа кетем, мен түнгі 12-де келем. Бір-біріне қарамайды. Енді балаға қарамайды ғой. Балаға ана қарау керек, ке қарау керек. Қараймын. Әкесі басқа келіншектің артынан кеткен, анасы балашаға деп жұмыс істеп жүр. Енді әже, ата деген жоқ па? Жоқ. Ағайын, бауыр, төркін. Ол әже, аталар әлі бүгінге дейін қоңырау шалып жағдай сұраған жоқ бізден 5 немересінен. Жақсы, өзіңіздің ата-анаңыз жоқ па? Өзімнің мамам, өзінің ауру баласы бар сояқта, Шымкентте. 2 ай уақыт балалар сіздің шаңырақта бақытты болды ғой. Енді меніңше бақытты болды деп ойлаймын. Біз енді балалардан сұхбат алған болатынбыз. Енді бақытты болған, енді болды деп ойлаймын, мен балалар не дейді екен? Өздері айтады. Папа былай жақсы, бірақ көбінде ана әйелдің айтқанын істейді. Біз дұрыс жасамай қойсақ, ана әйел папаға айтады, папа бізге ұрсады. Маған анамай жеткен мен туған мамам қатты сағынам. Бізге сосын туған мамамен сөйлесуге запрет қойды. Номерімізді, контактымызды аударып тастады. Номерімізді ауыстырып, басқа номер салып қойды телефонға. Балам ештен кеткім келмейді. Сөйлескім келмейді. Себебі мамам тастап кетті. Шымкентте жағдайым болған кезде қыста жаман су болды, сол кезде бізді тастап кетіп қалған. Жаман от жағатын үйде бізді тастап кетіп қалған. Ескертусіз Алматыға кетіп қалды. Сағынамыз, бірақ келмесін. Келу керек болса, бұрын 2 жыл бұрын келу керек еді. 5 баланы шырылдап тастатып, нәпсінің жетегінде жүрсіз ғой, сіз Фұрқат білесіз ба? Онда отырып, солар маған керек емес, сен түсінің ба? Бұнда нәрсе не ма? Бұл зақта атыла басын. Әне ұстап отырмын, бұл зақта ба? Бұның бәрі Дүниенің артынан кеткен. Сіз жыламаңыз. Қараңыз енді, оқыған, сауатыңыз бар. Кімнің ақ, кімнің қара екенін білесіз. Иә, білем. Қасыңыздағы серігіңізді ақтап тұрсыз ба? Мен қараңыз да, мен ешкімді ақтамаймын, әркім өзін өзі ақтам. Мен просто қандай болып жатқан жағдайды айтып Мен саған жалындым ғой, осыншама балалар қараңызда жалынсам, Динада жалынсам, мен оны ұстап тұрған жоқпын. Ұстап тұрған жоқсың емес, сен ақшамен айландырып алдың. Ой, ақшамен не істеттім мен оған? Дина ханым, сақтайықшы. Айқай шумен ештеңе шешілмейді. Бұл кісі ана еркек, бұл кісі екеуінің ортасындағы ләззат үшін ол 5 баланы тастап кетіп тұр. Мен еркекті байлап ұстап отырған жоқ. 15 жыл бұрын отасқан ерлі зайыптылардың дауы немен аяқталады? 5 баланың тағдырына кім жауапты?